либо сенің сөзің дұрыс болатын болса, ондай болатын болса, сен ақылды құжат деп қабылдап тұрсың да. Мына атеистермен диалог жүргізу кезінде қандай тәсілдерді қолданамыз енді? Сіз білімдісіз. Мысалы біз сияқты қарапайым басқа адамдар қалай диалект жүргенбіз бұлармен? Ана атеистердің екі түрі болады, Нұреке. Аха. Мына материалист, атеистер дейді. Оны Олардың өзі бөлінеді, иә? иә, оны прям Ұстап көру керек. көрсе жоқ дейтіндер. И ана философ атеистер дейді. Философ атеистер бұл ақылдың жұмысын мойындайды да, бірақ құдай жоқ дейді. Бұл бағана сағат сияқты бір-біріне әсер етіп тұрады деді қой. Сол сияқты. Ол айтады, әлем бұл үлкен механизм дейді да, бірақ артында біреу тұру шарт емес деген сияқты. Өзі. Да. Ал кімдер жаңа атеисттер, ана материалистер көп жағдайда оны мойындамайды, ана себеп салдар деген. Ол айтады, қарайды, құдайды көрмей тұрып па, жоқ онда жоқ дейді да. Себеп салдарды да мойындамайды. Енді бұл жерде мен айтайын, қалай сөйлесеміз деген кезде, мына ақылды мойындамайтын, құжат ретінде мойындамайтындар бар ғой, біз енді Алланың бар екен ақылымен бекітеміз ғой. Енді ақыл құжат қой деген кезде олар жоқ, тек қана ана бес сезім мүшесі құжат деп тұр ғой. Біз айтамыз, а неге ақыл құжат емес деп сұрашы одан. Просто сұра. Сол кезде ол айтады, енді ақыл құжат болатын болса, онда ақиқатты табылатын болса, онда ақылды адамдар бір-бірімен қарамақшылыққа түспес еді ғой деген сияқты бірсе айтады ғой. Сондықтан да ақыл дәлел емес деп бірсе айтады ғой жалпы. Сол кезде осы тұжырымын ол немен шығарып тұр? Бір-бірімен ақылдардың қарама қайшы болуы, бұл ақылдың құжат болуға жарамды емес деп немен шығарып тұр бұл ойды ол? Ол өзі де ақылмен шығарып тұрған жоқ па? Енді ол саған тұрып ақыл құжат емес дегенде ақылмен айтқысы келіп тұр да саған. Сен енді қазір ақылдың құжат емес дегендігін сен ақылмен дәлел алып келіп тұрсың да маған. Екеуінің біреусі орындайды. Либо сен қазір айтқан сөзің дәлел емес, өйткені сен ақылды мойындамайсың, сен ақылмен жасап тұрсың. Либо сенің сөзің дұрыс болатын болса, ондай болатын болса, сен ақылды құжат деп қабылдап тұрсың да. Ол екеуінің біреусі. Сол спокойно, сол басынан тоқтатсаң болады оны әңгімені.